Types of questions. Сұраулы сөйлемдердің түрлері. Ағылшын тілінде сұраулы сөйлемдердің түрлері. General question, жалпы сұрақ. Special question, арнайы сұрақ. Tag question, анықтауышты сұрақ. Alternative question, балама сұрақ. General question, жалпы сұрақ, барлық сөйлемге қойылатын yes, я, немесе no, жоқ жауабын талап ететін сұрақтың түрі. Мысалы, she is a student, ол студент. Жалпы сұрақ, is she a student? Yes, she is. No, she isn't. Ол студент па? Я, жоқ. They have a nice house. Оларда тамаша үй бар. Жалпы сұрақ, have they a nice house? Yes, they have. No, they haven't. Оларда тамаша үй бар ма? Я, жоқ. Жалпы сұрақта сөздердің орын тәртібі. Бірінші орында көмекші етістік auxiliary verb, екінші орында subject бастауыш, үшінші орында object баяндауыш, яғни маңызды етістік, төртінші орында additional parts of the sentence басқа сөз таптары. Мысалы, сұрақ, will you help me? Сіз маған көмектесесіз бе? Жауабы, немесе я деген жауап аламыз, немесе жоқ деген қысқа жауап аламыз. Yes, I will. Я көмектесемін. No, I will not. Қысқартылған түрі no, I won't. Жоқ, көмектесе алмаймын. Do you get up early? Yes, I do. No, I don't. Жалпы сұрақ қойылған жағдайда қысқартылған жауабында yes немесе no, я, жоқ деген жауабында көмекші етістік сұраулы сөйлемде қолданылған көмекші етістік тұрады. Does your brother play tennis? Yes, he does. No, he doesn't. Are they doctors? Yes, they are. No, they aren't. Did you do your lessons? Yes, I did. No, I didn't. Special question, арнайы сұрақ, жауабында қосымша мәлімет алу мақсатында қойылатын сұрақ. Арнайы сұрақта арнайы сөздер қолданады. Who, кім? Where, қайда? When, қашан? Whose, кімнің? What, не, қандай? Why, неге? How, қалай? How many, қанша, саналатын зат есімдермен қолданады. How much, қанша, саналмайтын зат есімдермен қолданады. Арнайы сұрақта сөздердің орын тәртібі. Бірінші орында question word, арнайы сөз. Екінші орында auxiliary verb, көмекші етістік. Үшінші орында subject, бастауыш. Төртінші орында object, баяндауыш, маңызды етістік. Және additional parts of the sentence, басқа сөз таптары. Мысалы, арнайы сұрақтың түрі. Where did you meet her? Қайда сен оны көрдің? Жауабында қосымша мәлімет аламыз. I met her at the bus station. Мен оны автобус станциясында көрдім. When, қашан? When is your birthday? Қашан сенің туған күнің? My birthday is on the 17th of April. Менің туған күнім 17 ақпанда. Where, қайда? Where do you work? Сен қайда жұмыс жасайсың? I work at school. Мен мектепте жұмыс жасаймын. Why, неге? Why are you late? Неге сіз кешіктіңіз? Because I overslept. Өйткені мен ұйықтап қалдым. What, не, қандай? What are you doing? Сен не істеп жатырсың? I'm doing my homework. Мен үй жұмысымды орындап жатырмын. What kind of music do you like? Сен қандай әуенді ұнатасың? I like classical music. Мен классикалық музыканы ұнатамын. Whose, кімнің? Whose book is this? Мынау кімнің кітабы? Who, кім?
Who can answer this question? Кім мына сұраққа жауап бере алады? How many? Қанша? Саналатын зат есімдермен қолданады. How many rooms are there in the flat? Пәтерде қанша бөлме бар? How much? Қанша? Саналмайтын зат есімдермен қолданады. How much water should I pour? Қанша су құюым керек? Whom? Кімді? Кімге? Whom did you meet yesterday? Кеше сен кімді кездестірдің? I met Mary yesterday. Кеше мен Мэриді кездестірдім. How? Қалай? How are you? Қалайсың? I'm fine. Тамаша. Alternative question. Балама сұрақ. Жауабында таңдау берілетін сұрақ түрі. Бұл сұрақтың түрі or немесе әлде деген мағына беретін шылаумен жасалады. Балама сұрақ жалпы сұрақтай қойылады. Do you like apples or pears? Сен алманы ұнатасың ба, әлде алмұртты ұнатасың ба? Жауабында тек қана бір нәрсені таңдаймыз. I like pears. Мен алмұртты ұнатамын. Балама сұрақтағы сөздердің орын тәртібі. Бірінші орында auxiliary verb көмекші етістік, екінші орында бастауыш subject, үшінші орында баяндауыш object маңызды етістік, төртінші орында additional parts of the sentence басқа сөз таптар және or немесе шылауы, алтыншы орында additional parts of the sentence басқа сөз таптар. Мысалы, did he go to the shop or to the bank? Ол дүкенге барды ма, немесе банкке барды ма? Жауабы. Бір нәрсені таңдаймыз. He went to the shop. Ол дүкенге барды. Do you study English or French? I study English. Can you speak French or German? I can speak French. Have you bought a textbook or a copybook? I have bought a textbook. Is he in Moscow or in London? He is in London. Tag question анықтауышты сұрақ. Солай емес па? Болымсыз түрде, немесе солай ма? Болымды түрде анықтап қойылатын сұрақтың түрі. Sam is at home, isn't he? Мына сұраулы түрде isn't he солай емес па деген мағынаны білдіреді. Sam is not at home, is he? Мына сұраулы сөйлемде is he солай ма деген мағынаны білдіреді. Анықтауышты сұрақтың схемасы. Бірінші бөлігі сөйлемнің болымды түрде болса, екінші бөлігі қысқа болымсыз түрде болады. She has a dog, hasn't she? Оның иті бар, солай емес па? You are students, aren't you? Сіздер студентсіздер, солай емес па? Екінші түрі. Егер бірінші бөлігі сөйлемнің болымсыз түрде болса, екінші бөлігі қысқа болымды түрде болады. She hasn't a dog, has she? Оның иті жоқ, солай ма? You aren't students, are you? Сіздер студент емессіздер, солай ма? Анықтауышты сұрақтың екінші бөлігі көмекші етістікпен бастауыштан тұрады. Егер бастауыш зат есім арқылы беріліп тұрса, ол есімдікпен ауыстырылады. Mr. Smith reads books every day, doesn't he? Mr. Smith күнде кітап оқиды, солай емес пе? Мында сөйлемнің бірінші бөлігі болымды түрде present simple осы шақта тұр. Doesn't he? Осы шақтың көмекші етістігі. Her sister went to the cinema, didn't she? Оның әпкесі киноға кетті, солай емес па? Мына сөйлемнің бірінші бөлігі өткен шақта болымды түрде past simple шағында өткен шақта қолданылып тұр. Didn't she? Өткен шақтың көмекші етістігі. Mary can swim, can't she? My friends are good people, aren't they? Mary can't swim, can she? My friends aren't good people, are they?